Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен классикалық чизкейк Нью-Йорк жасаймыз. Мен осы уақытқа дейін түрлі чизкейктердің түрін жасап көрдім. Барлығы өте дәмді шықты, бірақ классикалық түрі ең күштісі болып табылады. Алдымен құрғақ ингредиенттерді араластырып аламыз. Табаға ұн, қант ұнтағын, 50 грамм миндаль ұнын салып араластырамыз. Миндаль ұнын мен кондитерлік дүкендерден сатып алдым. 130 грамм салқын тоңазғышта тұрған майды салып, крошка жасаймыз. Бір жұмыртқаны салып қамыр елейміз. Бізге тек жұмыртқа мен ұнды біріктірсек болғаны, көп елемейміз. Пергамент қағазының үстіне қамырды жайып аламыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 150 градуста қызарғанша шамамен 15 минутта пісіреміз. Піскен қамырдан бізге ұнтақ жасап алу керек. Оны блендердің көмегімен немесе мен секілді пакетке салып оқтаумен ұрғылап үгітіп алсаңыз болады. Пісіретін қалыбын дайындаймыз. Диаметрі 20 см қалыпқа астына тефлон кілемшесін төсеп, болмаса пергамент қағазын қойып, сыртына фольгамен 2 рет қайырып ораймыз. Ең астына үлкен противень немесе басқа қалыптың астын қойсаңыз болады. Жасап алған ұнтағымызға 100 грамм сары майды ерітіп құйып араластырамыз. Жаңағы дайындап алған қалыпқа салып, қасықпен немесе стақанмен жинақтап нығыздаймыз. Мен үшін қасықпен нығыздаған ыңғайлы болды. Қамырын жасап болғаннан кейін салмасын дайындағанша мұздатқышқа салып қоямыз. Салмасына 350 грамм творожный сыр, қант ұнтағын салып, венчикпен немесе миксердің ең төменгі жылдамдығымен араластырамыз. Көп араластырмаймыз, ортасына ауа көп кірмеуі керек. 200 грамм қаймақты салып, дәл алдыңғыдай араластырамыз. Және 200 грамм 33%-дан жоғары кілегейді қойып араластырамыз. Үлкен ас қасықпен толтырып көкөніс крахмалын саламыз және 1 ас қасықтай лимон шырынын қосамыз. 1 дана жұмыртқаны салып араластырамыз. Кейін екінші жұмыртқаны да салып, оны да араластырамыз. Достар, осы уақытта сіздің пешіңіз 110 градуста қызып тұруы қажет. Салмасын салғаннан кейін ақырын ғана шайқап, арасындағы ауасын шығарып аламыз. Чизкейкті алдын ала қызып тұрған пеште 110 градуста 50 минутқа қоясыздар. Ең астына қайнап тұрған ыстық суды қоясыздар. 50 минуттан соң пештің есігін ашып, артық буын шығарып, су азайып кетсе тағы да су құйып, 120 градуста тағы да 50 минутқа қоясыз. Содан кейін пешті өшіресіз, сол астында тұрған суын алып тастайсыз, пештің аузын саңылау етіп ашып қоясыз да, әбден суығанша чизкейкті сонда қалдырасыз. Чизкейк әбден суыған соң тоңазғышқа қоямыз. Неге бұлай жасап жатыр деп ойлап отырсаңыз, бізге чизкейктің беті бір елкі жарылып кетпеу үшін, әдемі шығу үшін осылай пісіресіздер. Қалауыңызша шоколадпен әсемдесеңіз болады. Әсемдемесеңіз де өте нәзік, ауызда еритін, дәмді болып шығады. Сондықтан міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, таратып жіберіңіз. Баршаңызға тек жақсы күн тілеймін.